Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Расул Ғамзатов «Ана тілі». Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Күтілетін нәтиже Расул Ғамзатовтың «Ана тілі» өлеңінің жанрын, фабуласын, сюжетін анықтайды, өлең шумақтарымен жұмыс жасайды. Авар халқының ұлы ақыны Расул Ғамзатов 1923 жылы Дағыстанның Хунза ауданының Сада ауылында дүниеге келген. Әкесі Ғамзат Дағыстанның халық ақыны болған. Алғашқы өлеңдерін Расул Ғамзатов 1932 жылдан бастап жаза бастады. Өлеңдері 1937 жылдан бастап республикалық Авар газетінде жарияланды. Авар тіліндегі алғашқы кітабы 1943 жылы жарық көрді. Ол авар тілінде Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский шығармаларын аударды. Расул Ғамзатовтың «Менің Дағыстаным» атты кітабы әлем әдебиетінің таңдаулы үлгілерінің бірі саналады. Жарық жұлдыздар, Тау қызы, Менің атам, Биік жұлдыздар, жазулар, сонеттер және шығармалары қалың оқырман көңілінен шықты. «Менің Дағыстаным» өмірбаяндық прозалық шығармасында Расул Ғамзатов әрі қаламгер, әрі негізгі қаһарман болып суреттеле отырып, өз халқының дәстүрі мен жалпы адамзаттық құндылықтарды тілмен ұлт тағдырын көтерген. Ана тілі өлеңіндегі ақынның «Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ» деген жолдардан нағыз патриот адамзаттың тұлғасын танытса, «Менің Дағыстаным» кітабынан алынған үзіндіде Парижде кездескен дағыстандық суретшінің туған жерге сағынышы, аварлық ананың мінез суреттелген. Мәскеудегі әдебиет институтында Расул Ғамзатов жас ақын Гребневпен танысады. Кейіннен Гребнев Расул Ғамзатовтың «Тырналар» өлеңін орыс тіліне аударады. Ол 1969 жылы Марк Бернестің орындауында танымал әнге айналады. Бұдан басқа да басқа өлеңдерінде атақты композиторлар ән жазған. Расул Ғамзатовтың өлеңдері авар, орыс тілдерінен басқа әлем тілдеріне аударылып жарық көрді. Ана тілі. Адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғара күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық. Аса өзен арқырайды жардырып, жұрт тараған, жалғыз мені қалдырып, мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балғын тәнім менің де. Мен жатырмын қара жерге табына, көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Тек қырандар шаңқылдайды шың жақта, бұғылар кеп ыңырсиды бір жақта. Кетті ғой деп қыршынғана жасында, жыламайды ешкім молам басында. Анам қайда, досым қайда, күндегі жарым қалай жатқанымды білмеді. Бар адамнан жатырмын тек бөлөкмен, бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үнінді, екі кісі сөйлесті авар тілінде. Мен жатырмын, жер астында көз жұмып, мына екеуі күбірлейді сөз қылып. Ғасан деген бір кісінің қулығын, Әли деген бір кісінің сұмдығын. Естідім де сөзін ана тілімнің, бойым жылып лездемен тірілдім, балгер демес, дәргер демесем дейтін, өзімнің тілім екен сөйлейтін. Өзге бір тіл емдер басқаларыңда, мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ. Мен жаныммен сүйем осы тілімді, кедей деп ақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естілмесін сөзді, ана тілім ұлы менің өзімі. Махмұт жырын оқу үшін жас қауым, күтем әлде аударуын басқаның. Мен болдым ба ең соңғы ақын бүгінде өлеңді. Өлеңді тыңдадық, енді сұрақтарға жауап берейік. Расул Ғамзатов кім? Екінші, ана тілі өлеңінде ақын қандай мәселені қозғайды?
Үшінші, ақын ана тілінің құдіреті мен күшін қалай көрсеткен? Өлең жолдарымен дәлелдеңдер. Ана тілдің ұлттық рухани мақтаныш екендігін, мәдениет пен әдебиеттің тоғысар алтын қазығы ана тіл деп насихаттайды. Ақынның көптің көкейінде қалар даралығы да осы қасиетінде. Ардақты ана тілім мені бала сияқты қолымнан жетелеп, ауылымнан алып шығып, адамзат әлеміне әкеп қосты деген Расул Гамзатовтың бойындағы тілге деген құрметті, сүйіспеншілік сезімі күллі адамзат баласына үлгі іспетті. Енді өлеңнің жанры қандай? Өлең түрінде жазылған, идеясы автор ана тілдің ұлттық рухани мақтаныш екендігін, мәдениет пен әдебиеттің тоғысар алтын қазығы ана тіл екендігін және ана тілді насихаттауға, дәріптеуге шақырады. Өлең 13 шумақты, 52 тармақты, яғни тармақ өлең жолдары. 3 бунақты, бунақ өлең айтқан кезде сезілетін дауыс толқынның соқпасының арасы. Ұйқасы егіз ұйқас, 11 буынды егіз ұйқас екен. Автор өзінің түсінде Дағыстан туған жерінде тапырық ыстық күнде қабірде жалғыз жатқанын айтады. Қасына келген екі адамның аварша сөйлесіп тұрғанын естіген, авар өзін емдеуге ешқандай дәрігер, балгер, емшінің керек еместігін сөз еткен. Яғни өзімен бірге өзінің тілінің де өліп бара жатқандығын білдіргісі келген. Өзге бір тіл емдер болса басқаларыңды. Мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақтей отырып. Расул Гамзатов өзге тілдің бәрін білсек те, өз тілімізді құрметтеуге, ана тілімізде сөйлеуден ұялмауға, керісінше туған тілде сөйлеуге міндетті екендігімізді насихаттайды. Кері байланыстың тапсырмасы ақынның ана тілінің құдіреті мен күшін білдіретін өлең жолдарын немесе тіркестерін теріп жазыңдар. Осы Расул Гамзатовтың ана тілі өлеңінің ішінен ақынның ана тілінің құдіреті мен күшін білдіретін тіркестерді немесе өлең жолдарын теріп жазасыңдар. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезекте электронды почтаға, WhatsApp желісіне жұмыстарыңды саласыңдар. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.